Сәлем құрметті көрермен, бұл Көкше спорт. Алдыңғы екі шығарылымға қолдау білдірген барша оқырмандарға алғысымызды білдіреміз. Көкше контент ақпарат агенттігімен бірге болыңыздар. Ал біз Токио 2020 Олимпиада ойындарына кезекті әрі ақтық шолуымызды әзірледік. Өкінішке қарай дүбірлі дода өз мәресіне жетті. 4 жылдықтың басты бәсекесін қорытындылайтын кезде жетті. Ал бастайық. Өкінішке қарай Қазақстан құрамасының ханшайымы Ольга Рыпакова 13 метр 69 сантиметр ұзындыққа секіріп, іріктеу кезеңінен өте алмады. Теннисші еліміздің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина әлемнің 6-шы ракеткасы украиндық Элина Свитолинаға есе жіберді. Қорытынды есеп алғашқы сетте 6-1, кейін 6-7, 4-6 болды. Айта кетейік, 2 сағат 24 минутқа созылған ойын тең дәрежеде өтті. Біздің жас спортшымызға тәжірибе жетіспеді. Алайда Елена Рыбакина алдағы Олимпиада ойындарында жүлдеге ие болары күмән тудырмайды. Былғары қолғап шебері Қамшыбек Қоңқабаев ширек финалда ресейлік Иван Верясовпен кездесіп 4-1 есебімен жеңіске жетті. Аса ауыр салмақтағы боксшымыз Токио 2020 Олимпиадасының жартылай финалына жолдама алып, ақш спортшысы Ричард Торреспен қолғап түйістіріп есе жіберді. Осылайша Қамшыбек Қоңқабаев Қазақстан қоржынына 4-ші қола медаль еншіледі. Сәкен Бибосынов 1-4 финалда испаниялық Габриэль Эскобармен кездесіп, 3-2 есебімен жеңіске жетіп, жартылай финалға шықты. Отандасымыз жартылай финалда британиялық Галал Яфаймен кездесіп, 3-2 есебімен есе жіберіп, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері атанды. Бұл құраманың 5-ші қоласы. Нұрислам Санаев еркін күрестен 57 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, 3-ші орын үшін өткен белдесуде Болгария балуаны Георгий Вангеловты 5-1 есебімен жеңіп, қола жүлдеге ие болды. Бұл Қазақстанның 6-шы қола медалі. Дархан Асәділов каратэден 67 келіге дейінгі салмақта жартылай финалда франциялық Стивен Дакостамен кездесіп, 2-5 есебімен есе жіберді. Осылайша Дархан Олимпиаданың қола жүлдегері атанып, құрама қорына 7-ші қоланы еншіледі. Каратэден тағы бір қола жүлдеге София Бирульцева ие болды. Жартылай финалда мысырлық Фериаль Абделазизге есе жіберіп, елімізге 8-ші медальді түсірді. Осылайша Қазақстан құрамасының спортшылары үшін Токио 2020 Олимпиада ойындары мынадай нәтижемен аяқталды. Боксшылар Сәкен Бибосынов пен Қамшыбек Қоңқабаев, ауыр атлеттер Игорь Сон мен Зүлфия Чиншанло, дзюдошы Елдос Сметов, каратэшілер Дархан Асәділов пен София Бирульцева және еркін күрес балуаны Нұрислам Санаев 8 қола жүлде иеленді. Олимпиада қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы 8 қола жүлдемен 83-ші орынға жайғасты. Бұл Қазақстан тарихындағы ең төмен көрсеткіш. Алдыңғы Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы кем дегенде 1 алтын, 1 күміс жүлдеге ие болатын. 1996 жылы Атлантада, 2000 жылы Сиднейде, 2012 жылы Лондонда қазақстандық спортшылар әрқайсысында 3 алтынға ие болған. 2008 жылы Пекинде 2, 2004 жылы Афинада 1 алтын жүлде еншілеген еді. Бірінші орынды 39 алтын медальмен Америка құрама штаттары, екінші орынды 38 алтынмен Қытай, үшінші орынды 27 алтын жүлдемен жарыс қожайындары Жапония иеленді. Хош, Олимпиада аяқталды. Нәтиже әлбетте көңіл көншітпейді. Бұған жауаптылардың жауапсыздығы, спорт саласындағы қордаланған мәселелер жемқорлық себеп болды дейді қазақстандықтар. Біз кінәліні іздеуден, спортшыларды айыптаудан аулақпыз. Онсыз да спортшыларды жерден алып жерге салған даттаған пікірлер желіні желдей есіп кетті. Бастысы тиісті шаралар қабылданып, нақты шешімдер шығарылса екен дейміз. Токио 2020 додасының айтулы сәттеріне, спортшыларымыздың нәтижелеріне арналған шолуымыз өз мәресіне жетті. Көзқарақты көрерменімізге қолжетімді әрі ыңғайлы болу үшін осындай қазақ тілді спорт шолуларын әзірлеп отырмыз. Барынша қолдауларыңызды күтеміз. Көкше спорттың келесі шығарылымында жүздескенше.